Ассаламу алейкум. Бүгін пирожки дайындаймыз. Пирожкидің қамыры өте жұмсақ болады және өте дәмді болып шығады. Ол үшін бізге 200 мл жылы су қажет. Оған 2 кішкентай қасық қант және 2 кішкентай қасық ашытқы салып араластырамыз. Жақсылап араластырып 10 минутқа қойып қоямыз. Міне біздің дрожжымыз, ашытқымыз дайын болды. 2 есе көтеріліп көпірді. Үстіне 1 кішкентай қасық тұз және де ұн саламыз. Ұн шамамен 800 граммдай кетті. Бірақ әр ұн әр түрлі болып шығады. Үстінен тағы да 100 миллилитрдай су құйдым. Болмаса сүт құйсаңыздар да болады. Бірақ сүт құймасаңыздар да өте жұмсақ болып шығады. Қолмен илейміз және артынан 50 грамм сұйық маймен илеп аламыз. Қолымыздан жабысып түспей жатқан болса, қалған майды құйып видеодағыдай түсіреміз. Көп ұн салсаңыздар, қамыры қатты болып шығады. Онда азырақ салуға тырыссаңыздар, наны өте жұмсақ болады. Бір сағатқа қойып қоямыз көтерілгенше. Ішіне картоптың пюресі мен капустаны осылай қуырып алдым. 2 начинка болады. Ішіне салмасы дайын болғанша нанымызды тағы да бір басып қоямыз. Енді ұнымызды сеуіп, нанымызды кішкентай домалақ күлшерге бөлеміз. Духовкаға пісетін пирожкиларымыздың бетін жұмыртқаның сарысын жағамыз. Отыз минутқа 180 градуста қойып қоямыз. Міне біздің пирожкилеріміз дайын болды. Өте жұмсақ болып шығады. Тіпті 1 күн, 2 күн тұрса да жұмсақтығын сақтайды. Ас болсын.